сәлеметсіздер ме? Бүгін мен круизге Шенген визаны қалай алу жайлы видео түсіріп отырмын. Соңына дейін қараңыздар. Егер де сіз ойланып жүрсеңіз, визавиктен көмегімен алайын ба, или өзім жинайын ба десеңіз, осы видеоны қарасаңыз болады. Мен өзім 2 жыл бұрын Европаға бірінші рет шығуым, круизге билет алдық. Содан кейін маршрут бізде Италия қаласынан басталғасын, біз итальянский визовый центрдің сайтына кіріп, сол жерден документтер тізімін алдым. Содан кейін сол жерде анкетаны бесплатно жүктеп алдым. Содан кейін сол тізім бойынша документімді жинадым. Ең бірінші сізге загранпаспорт керек. Загранпаспортты жасату шамамен ол кезде мен 24 000 теңгеге жасадым. Содан кейін оригиналы керек. Сол загранпаспорттың ішіне сізге визаны қойып береді. Содан кейін сізге керек оригинал плюс копиясы, 2 копиясы керек. Содан кейін фото 3х4 керек, 2 штук. Справка с работы, егер де бала баратын болса, мектептен справка керек, жұмыс орнынан справка керек, және ол справкалардың барлығын ағылшын тіліне аударылу керек. Оны профессиональный переводчиктің көмегімен жасасаңыз болады. Потом бронь авиабилет обязательно керек. Потом анкета толтыру керек. Ағылшынша толтырасыз барлығын. Посадочный талон. То есть біз круизге барғасын бізге посадочный талонда обязательно керек. Біз когда круизді брондағанда бізге тек круизный билет береді. Содан кейін круизге 30 күн, 60 күн қалғанда сіз лайнерге регистрация өтесіз, сол кезде посадочный талон беріледі. Одан кейін ваучерді тоже алу маңызды. Оны да сұрайды визовый центр. Потом бронь отеля. Отельді біз Booking.com'нан алдық. 2 күн ерте алдық, бірақ біздің перелетіміз 1 күнге шегеріліп, сол себепті 2 күн бұрын барған жоқпыз. Біз прям притык сол лайнерге отыратын күні бардық. Сол үшін осындай да жағдайлар болады. То есть жаңағы отельді жалдағанда госттің қасына обязательно жаңағы өзіңіз ғана, егер де сіз брондасаңыз, сіздің ғана фамилияңыз жазылып тұрады. Екінші госттің фамилиясы жазылып тұрмайды. Сол себепті қасына сіздің фамилияңыздың қасына ол кісіні де қосу керек. Соны визовый центр талап етеді. Потом страховка. Медстраховканы Халық банктан жасауға болады, және де Номадтан жасауға болады. Справка с банка, выписка с банка, Каспий банктан алдым. Сол жерден сразу осылай шетелге барамыз, бізге ағылшын тілде керек деп айту керек. Сол кезде орысша, ағылшынша береді. Және де счетта обязательно 800 000 теңгедей болу керек счетта. Потом, егер де сіз күйеуіңізбен бармасаңыз, свидетельство о заключении брака керек. Күйеуіңіз қайтыс болса, свидетельство о смерти керек. Балаңызбен баратын болсаңыз, свидетельство о рождении керек. Пенсионерлер баратын болса, пенсионный книжканың өзі және оның копиясы керек. Для ИП бізге о наличии отсутствия задолженности егофтан алу керек оны. Содан кейін талон уведомление керек. Және налоговая декларация керек за последний год. Booking.com'нан отельді тегін аласыздар. Көп отельдер можно бесплатный отмена жасауға любой момент. Сол үшін жай брондап қоюға болады. Сол жарай береді визовый центрға. Біз бардық, таңертең сағат 9-да кірдік. Содан 11-ге қарай бізге айтты, осындай жаңағы Booking.com'нан отельдің қасына жаңағы фамилияны қосу керек деген айтты. Сосын болды, бізде басқа ешқандай проблема болмады ол жерде. Содан кейін біз қайттық. Одан кейін бір 14 күн ішінде бізге виза дайын болды. Содан кейін бізге курьер Қарағандыға жеткізіп берді. Біз ол үшін обратно барған жоқпыз визовый центрға. Итальянский виза алсаңыз, солнце плюс. И в общем, визаға кеткен ақша 60 000 теңге болды. Ол сол жаңағы курьерский доставкасымен бірге. Визовый центрға жазылғанда алдын ала жазыласыз.
өздеріңіз күндерді таңдайсыздар. Содан кейін визаға жаңағы анкета толтыру керек. оның бәрі ағылшынша. Анкетаны сайттан жүктеп аласыз, шығарып аласыздар. Содан кейін толтырасыздар ағылшынша. Бірінші беті фамилия, имя, гражданство, дата рождения, место рождения, страна рождения, пол, семейное положение барлығын толтырып шығасыз. Содан кейін қандай деятельность, жаңағы қандай жұмыс жасайсыз, қандай адреста проживаете, цель визита, цель поездки толтырасыз. Цель поездкиға туризм дейсіз. Дополнительные сведения о цели поездки круиз дедік біз. Потом страна основного назначения, иные страны назначения, Италия, Франция, Испания дедік. Потом страна первого въезда, Италия дедік. Егер де круизіңіз Италия қаласынан басталатын болса, итальянский визовый центрдан аласыздар. Потом виза запрашивается для многократного въезда таңдайсыздар, мультивиза. Потом обязательно отель, алған отеліңіздің адресін жазасыз, номер телефонасын жазасыз, және де атын жазасыз. Потом круизный лайнер игрузысын біз несін жаздық, адресін жаздық. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер.